Жер ананың құшағы неткен кең еді. Асқар-асқар таулары, белес-белес белдері, гүл жайнаған алқабы, суы мен нуы, айта берсек, бар байлықты құшағына сыйдырып жатқандай. Сол жер ананың асқар таудай асқақ арманы бар, белес белдердей асатын асуы, гүлдей жайнап жүретін кезеңі, жақсы ісімен сусындатар мезеті бар жанды да өзінің құшағына алып, мәңгі әлдилеп жататыны өкінішті. Біздің баға жетпес байлығымыз боп саналатын бауырымыз жоламанның, жер ананың мәңгі бөбегіне айналғанына да бір жыл уақыт болыпты. Тау тұлғасы төбешік боп, дархан пейілі самал желдей есіп өтіп, мәңгілік сағынышқа айналды. Жоламан Ермекұлы 1979 жылы 29 маусымда зиялы отбасында дүниеге келген еді. Ана мен әкенің жақсы тәрбиесін алып, Төлтай Шанов атындағы мектепті жақсы аяқтап, Құдайберген Жұбанов университетінен жоғары білім алды. 2000 жылы Алматы облысында отан алдындағы борышын өтеп келді. Оқуға құмар, білімге құштар азамат одан кейін Қайнар университетінің заң факультетін тамамдап, 2003-2005 жылдары сот приставы, сот мәжілісінің хатшысы, сот орындаушысы қызметтерін атқарады. Қос дипломы бар Жоламан 2006 жылы Ақтөбе облыстық жер қатынастары басқармасына бас маман боп орналасты. 2008 жылы Батыс Қазақстан облыстары бойынша өңір аралық жер инспекциясы 2015 жылдан бастап Ақтөбе облысының жерді пайдаланылуы мен бақылау жөніндегі басқармасының мемлекеттік инспекторы қызметтерін атқарды. Осы жылдар аралығында қызметтегі жердің қорғалуы мен пайдаланылуын бақылау саласында адалдығы үшін, жақсы нәтижелері үшін, парасатты адамгершілікпен атқарған істері үшін бірнеше мәрте құрмет грамотасы мен алғыс хат иеленді. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігінің құрметті жерге орналастырушы төс белгісімен марапатталды. Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйінерге жарар ол деп ақын жырлағандай, Жоламан әрдайым әріптестері, достары, ағайынның арасында да сүйініш бола білетін елдің сүйікті перзенті еді. Лаура мен отбасын құрып, баласы Сырымды көпшіл бауырмал етіп тәрбиеледі. Жоламан өте балажан, бауыр десе ішкен асын жерге қоятын. Інісі Қасымның үйіне күн сайын барып, исакошты еркелетіп, ойнатып кететін. Алдынан томпаңдап жүгіріп шығып, көке деп мойнына асылатын исакош бүгінде үлкен папасын іздеп, Сырымды көке деп жүр. Бала түгілі, бауыры Қасым да, келіні де, ағам қашан кіріп келер екен деп есікке қарап, алаңдап сағынап жүр. Ағалық қамқорлықпен бауырларын ойлап жүретін пейілін айтсаңызшы. Кіріп келгенде үйдің ішін жадыратып жіберетін, қал жағдайыңды, шаруаңды сұрайтын ағаның кенеттен өмірден өтуі кім-кімге де қатты соққы болды. Ағайынның арасында жасы кіші болса да, үлкендік жол салған, өзіндік орны бар, орнықты азамат еді. Әулетте қыз ұзатылғанда құдалар көшін бастап барып, әрдайым жиендеріне ағалық қамқорлығын аямаған еді. Өмірде дүние емес, дос жинаған жанның бірі Жоламан еді. Достарының арасында құрмет пен сыйға бөленді. Текті Тілеу батырдың ұрпағы деп бата бергізіп, иығына шапан жабатын. Ырым етіп, балаларының тұсауын Жоламанға кестіретін.
той думан, қуаныш мерекелері жоламансыз өтпейтін. Досы Дәуреннің мына өлең жолдары соны аңғартады. Ей өмір, сұрағым көп қояр саған, қайғы емес мен ылғи тоян саған. Жалмайсың жанын алып жанымыздан, болама жақсыларға тояр шамаң. Дос еді, бауыр еді, бөлек еді, ей өмір қайғыныңды төлемеді. Жоспарың жасатпадың жанын алып, жүз талың жалғыз ұлы ол егеді. Ағаны аға деді алдымыздан, бағалап татыратын балғымыздан. Асымен сыйлап еді жасымен де, бұл тағдыр жоспарыңды мәңгі бұзған. Естелік сәттеріме тола мәңгі, күрсінтіп толғандырар ол адамды. Кешегі кездесулер кейін келмес, сәттерім сағындырып жоламанды. Сенбейміз кеткеніне жайды ойлай, ажалың көп адамға қайғы ойдай. Жатасың жүрегімде жоламаным, бауырым жатқан жерің жайлы болғай. 45 жасқа толған туған күнінде ұжымындағы үлкен кіші бәрі жарыса құттықтап, батасын беріп, тілегін жолдаған еді. Бүгін барлық ет жақын бауырлары, достары, отбасы, отаны жоламанды сағынышпен еске алады. Жатқан жерің жайлы болсын, жарқыраған бауырым. Өмірден кенеттен өзің өтіп кеттің, бірақ жақсы ізің бар. Жаның жәннатта болсын.